Хамид Севда мен Әли өмірдің қарым-қатынастарын біліп, оларға кедергі болғысы келеді. Севданы зиратқа алып келіп, сенің ниетіңді білемін. Қанша ақша керек сұра. 2 есе қылып беремін. Әли өмірді армандамай-ақ қой. Саған оған жету қайда? Ол саған аспандағы жұлдыз сияқты. Қол созсаң жетпейтін дейді. Севда, не айтып тұрсыз? Мен Әли өмірді ақшасы үшін сүймеймін. Маған ақшаңыз керек емес дейді. Хамид, өтірік сиқырсымай-ақ қой. Мен сен сияқтыларды жақсы білемін. Мына чекті алда, бұл жерден қараңды батыр. Мен Әли өмірмен қосылуларына өлсемде жол бермеймін. Тіпті сол үшін жанымды беруге де дайынмын. Маған қарсы шығып, Әли өмірге айтатын болсаң, сені жер бетінен жоқ қылып жіберемін дейді. Егіт Мөневерге хат жазады. Біз өз тағдырымызды өзіміз шешеміз. Ертең бұл жерден қашып кетейік. Стамбулға барып некемізді қиып, сол жақта тұрамыз дейді. Жәлел Баденің банк карточкаларын бұғаттап тастайды. Мехмет екеуі үйіне барғанда қызметші Баденің чемодандарын сыртқа шығарып тастайды. Жәлел мырза, сізге үйге кіруге тыйым салды деп айтады. Баде Мехметке, мен бұл үйде туылып өстім. Ал әкем болса мені мысықтың күшігі сияқты далаға лақтыра салды деп жылайды. Мехмет Баде, мен сенің үйіңмін. Сені ешқашан жалғыз қалдырмаймын деп жұбатады. Сұлтан егітпен ренжісіп Өмер бейге келеді. Әли Өмер Севдаға звондайды. Севда суық сөйлеседі. Элифқа Хамидті қорқытқанын айтып береді. Элиф, ол әйелден несіне қорқасың? Әли Өмерге бәрін айтып бер. Сен аз қиындық көрген жоқсың. Енді бақытың үшін күрес деп айтады. Севда, ол өте қауіпті әйел. Хауадан құтылу үшін оған көп жамандық жасаған. Мен ол әйелден қорқамын дейді. Хамид Севданы бөлмесіне шақырады. Заттарыңды жинадың ба деп сұрайды. Севда чекті қайтарып беріп, мен Әли Өмерден бас тартамын. Бірақ менің бала күтуші болып қалуыма рұқсат беріңіз. Жүсіп Мертті өз жанымнан да артық жақсы көретін боламын. Бөлмеден шықпаймын. Әли Өмермен сөйлеспеймін. Одан алшақ жүремін. Ол бәрібір бұл жерден кетеді ғой дейді. Хамид, жақсы, бір мүмкіндік беріп көрейін дейді. Әли Өмер Севдаға келеді. Бірақ Севда сөйлесуден қашқақтайды. Егіт Мөневерге звондап, Стамбулға билет алып қойдым. Ертең таңертең сені автобекетте күтемін дейді. Элиф, Севдаға несіне өзіңді сонша қинайсың? Бар да Әли Өмерге айт. Хамид қолдамаса, бұл жерден бірге кетесіңдер дейді. Севда, жоқ, мен бұл жерден кете алмаймын дейді. Элиф, мен сені түсінбеймін. Олай болса Әли Өмерге өзім барып айтамын дейді. Севда, жоқ, мен бұл жерден кетсем өмір сүрудің мәні жоқ дейді. Элиф, сен менен бірдеме жасырып тұрсың. Бұл үйде сені не ұстап тұр? Не маған айтасың, не мен Әли Өмерге барып айтамын дейді. Севда, бұл бала менің балам. Хауаның ұлы шетінеп кеткен. Бұл менің үмітім дейді. Элиф, не айтып тұрсың? Сен қыз, не істегеніңді білесің ба өзі дейді. Севда, басқа амалым болмады. Түрмеден шықсам тірі қалмаймын деп ойладым. Баламның болашағын ойладым. Сол себепті балаларды ауыстырып жібердім деп айтады. Элиф, олай болса баланы алып қашып кетейік. Ізімізді де таппай қалады дейді. Севда, Хамид тауып алады. Шындықты білсе, ұлымыз екеумізді де тірі қоймайды. Менің аяқ қолым байлаулы. Бұл үйден кете алмаймын дейді. Мөневер ата-анасына хат жазып кетуге заттарын жинайды. Жәлел қызына келеді. Баде, әке, сіз менен теріс айналдыңыз ба деп айтады. Жәлел, Мехметтен ажыраспайтын болсаң, мен сені мұрагерліктен алып тастаймын деп айтады. Баде, Мехметтен ажыраспаймын деп айтады. Жәлел, олай болса мен Мехметті жоқ қылу үшін бәрін жасаймын дейді. Мехмет жандарына келіп, оны қалай жасайсың дейді. Жәлел, Йылмаз мырза, сендердің бәрінен жасырып үйленгендеріңді білсе, не дер екен көрейік дейді. Баде есінен танып қалады. Дәрігер Мехметке Баденің аяғы ауыр екенін айтады. Мехмет Бадеге қуанышты жаңалықты айтады. Жәлел Йылмаз мырзаға Мехмет пен Баденің жасырын үйленіп алғандарын айтады. Тек бұл ғана емес.
Тойы күні болған өртке қатысты істі қайта қозғады. Бадені күдікті ретінде шақырды. Егер өртті қойған Баде болса, онда оған Мехметтің көмектескенін біліңіздер. Мен Баденің банк карточкаларын бұғаттап қысым қалдым. Кезек сіздерде. Мехметті жөнге салыңыздар дейді. Йылмаз Хасанға қарап, сен бәрін білдің ғой, иә деп сұрайды. Хасан, мен де Жәлел мырзадан естіп тұрмын деп айтады. Йылмаз, егер Жүсіптің өліміне екеуінің қатысы бар болса, мен олардың бастарына тапаншаны тақап тұрған жерінде атып түсіремін де, өзім Хауаға жасаған әділетсіздігім үшін түрмеге отырамын дейді. Хамед Али Омердің қызы Линданы шақырып алады. Линда Али Омерді көріп құшақтай алады. Севда, сіздерді оңаша қалдырайын деп ішке кіріп кетеді. Али Омер Севданың артынан барады. Бірақ Севда жасырынып қалады. Хамедке сізге бергенде уәдемді орындап жатырмын. Көрген боларсыз дейді. Хамед дастархан басында Линда мен Али Омердің тойы туралы сөз қозғайды. Али Омер дастарханнан тұрып кетеді. Линда Али Омер басқа қызға ғашық болып қалған сияқты деп айтады. Хамед пен Мөневер жоққа шығарады. Мөневер мен Игіт Стамбулға қашып кетеді. Сұлтан мен Омер би неке сарайына келеді. Некелерін қиып ерлі зайыпты атанады. Линда той көйлегін киіп Али Омердің алдынан шығады. Хамед, бұл көйлек сенің анаңның көйлегі. Линдаға құйып қойғандай жарасып тұр дейді. Али Омер Линдаға, мен саған 2 ай бұрын ұсыныс жасағанда сен келіспедің. Бұл мүмкіндіктен айырылып қалғансың деп айтады. Хамед, Али Омер, балам, қыз сен үшін 1000 километр жерден келіп тұр. Қой, олай қатты кетпе дейді. Линда, Али Омер, мен қатемді түсініп келіп тұрмын. Мен сені сүйемін. Сен маған хабарласуға ұялып жүрген шығар деп өзім іздеп келдім дейді. Али Омер, енді бәрі кеш. Мен басқа қызға ғашық болып қалдым дейді. Линда есінен танып қалады. Али Омер Севдаға келіп қолынан сүйреп сөйлесуіміз керек деп алып кетеді. Севдаға не болғанын айт. Линда, біздің қарым-қатынасымызға кедергі емес. Ол менің өткенім. Мен сені сүйемін дейді. Севда, біз бірге бола алмаймыз. Мүмкін басқа жерде, басқа жағдайда кездесек бәрі басқаша болар ма еді дейді. Али Омер, олай болса, бұл жерден кетіп бәрін жаңадан бастайық дейді. Севда, жоқ, менің өз өмірімді сүруіме мұрша бер. Мені енді мазалама деп кетіп қалады. Линда Хамедке Али Омерді енді қайтарып ала алмаймын деп айтады. Хамед, қызым, бұлай үмітіңді ерте үзбе. Маған сен, Али Омер саған үйленеді. Ол үшін менің айтқанымды жаса. Сен бұл жерге не үшін келдің дейді. Линда, сіз шақырған соң дейді. Хамед, жоқ, аяғың ауыр болған соң келдің. Али Омерге аяғым ауыр деп айтасың дейді.